құрметті әріптестер, алдарыңызда тұрған біздің білім беруді жаңғырту орталығының сайты astanamodern.kz сайты. Осы бойынша айтатын болсам, жалпы мына жерде жоғары жағында соцсеттер орналасқан, және біздің Facebook парақшамыз, жәнегі YouTube каналдарымыз, Telegram каналымыз, Instagram каналдарымыз барлығы орналасқан. Мына жоғары жақтағы бөлімдерді айтатын болсам, бірінші біздің орталығымыздың жалпы жарғысы осы жерден орналасқан, керек информацияны осы жерден ала аласыздар. Жалпы ақпаратта біздің жоспарға кіретін болсаңыздар, 2020 жылғы жалпы мәліметтер, және айлық жоспарлар, жылдық жоспарлар мысалы ашсаңыздар, кез келген нені жоспарды осы арқылы ала аласыздар. Осы жерден жәнегі листать етіп аша аласыздар, және оны үлкейте аласыздар, кішірейте аласыздар, немесе толық экранға, немесе және соцсеттерге поделиться жасауға болады. Барлығын ары қарай айта беретін болсақ, кез келген жұмыстың жоспарлары, жобалық жоспарлар, сандық педагогика, ондай әдіскер бойынша жоспарлар ары қарай кете беретін болсақ, барлығы бар. Келесі бетінде 2021-2020 жылғы жоспарлар орналасқан. Орталықтың жалпы құрылымы, мемлекеттік сатып алулар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ақпарат бойынша, және біздің орталықтың общежитиясы бар, соның документтері, серіктестіктер, осы жұмыс орындары. Келесін айтатын болсақ, құжаттарда жәнегі халықаралық құжаттар, конституция, заңдар, еңбек кодексі, бұйрықтар, осы жерге кіріп, мысалы біреуін көрсетейін, бұйрықтың бөлімдер бойынша қандай бұйрықтары бар, соны ашып көре аласыздар. Кез келген бөлім өзінің бұйрықтарын осы жерге орналастырамыз. Және республикалық әдістемелік нұсқаулықтар осы жерде орналасқан. Осы жерде қай бөлімдер берген, сол бөлімдердің ақпараттарын, әдістемелік нұсқаулықтарын салған болатынбыз. Мына жерде баспа қызметін айтатын болсақ, жалпы жерде басылымдар, журнал, газеттер, медиа жоспарлар, кәсіподақтың өмірі, басқа релиздер. Мысалы басылымға кіретін болсаңыз, дальше мына жерде көру, бұл біз газетке кіреміз, журналға кіреміз. Міне газет алатын болсақ, кез келген газеттің соңғы шыққан нөмірі, ақпан айында шықса, наурыз айында мына жерге орналасады деген сияқты. Газеттер өзі рет-ретімен шығып отырады. Мысалы, бұны бассаңыздар, бұл арқылы толық экранға қоя аласыздар, листать етіп, жәнегі көре аласыздар, үлкейте аласыздар деген сияқты. Осы. Енді бұл бөлімді жабайық. Мына жерде журнал бөліміне кірсек, журнал бөлімінде келесі журналдарды көруге болады. Ол жылына журналдар 3 айда бірлес 4 немен шығады. Осы бұнда кез келген ашып қарауға болады. Жәнегідей газет сияқты бұл да ашылады. Кез келген жерден фамилияны таба аласыздар, мысалы үлкейтіп қарауға болады деген сияқты. Ары қарай түсіндіретін болсақ, қашықтан оқыту бөлімі бар. Бұл жерде әр бөлім өзінің қызметін, жұмысын, нелерін, керекті ақпараттарын осы жерге орналастырады. БПЖО білім деятельность қызметі центрдің, орталықтың жобалар, қандай жобалар бар, қалалық, республикалық, педагог кәсіби даму, бұның ішінде қандай конференция, форумдар бар, әдістемелік десанттың материалдары, форумдардың материалдары деген сияқты, тамыз кеңесінің материалдары, челлендж болған бірінші наурыз алғыс айту күніне, және педагогтердің аттестациясын осы жерге кіру арқылы, мына нұсқаулық арқылы қарап, нені толтыра аласыздар, мысалы, аттестацияға берген кезде документтеріңізді. Енді жалпы сайтымыздың бірінші бетінде байланыс жасауға болады. Біздің орталықтың миссиясы жазылған, мемлекеттік рәміздер, бұған кірсеңіздер. Бұл жерде біздің қосымша парақшаларымыз бар, біздің сайттарымыз бар. Мысалы, елордалық мектеп, онлайн метод, басқа да арқылы көре аласыздар. Бұл жерде басшының блогы, басшылық виртуалды
қабылдау бөліміне кірсеңіз, ішінде басшымыз әр четверг күні сағат 3 пен 4 арасында зумда отырады. Сол жерден кіріп, сұрақтарыңыз болса, кері байланыстарыңыз болса, сол арқылы білсеңіздер болады. Оның астында виртуалды қабылдау форум бар. Міне форум мына жерде орналасқан. Осы форум арқылы тіркелсеңіздер болады. Тіркеліп, өзіңіздің ұсыныстарыңыз болса, осы жерге жазсаңыздар болады. Осы жазып, сол форум арқылы талқылауға болады, өзіңіздің суретіңізді қоюға болады осы жерде. Ары қарай түсіндіретін болсақ, мына жерде соңғы жаңалықтар. Мына жердегі мысалы материалдар салады, материалдарды көруге болады, толығырақ оқу деп арқылы. Немесе жоқ, мен барлық материалдарды көрем десеңіз, барлық жаңалықтарды басу арқылы сіз жаңалықтар бөліміне түсесіз. Осы арқылы кез келген материалдарды ашып көре аласыз. Мысалы, мына материалды ашып көретін болсаңыз, осы материалдың ішінде суреттері, материалдар, фото бәрі орналасқан. Немесе бұны басқа неде поделиться етуге болады, және мысалы Word'та, неде, WhatsApp'та, то есть Telegram'да. Осы ары қарай сайтымызды түсіндірейік. Ары қарай мына жерде Instagram'да соңғы біздің Instagram парақшамыздың соңғы салынған материалдары осы жерге шығып отырады. Қазір енді бүгін мысалы материал салса, мына жерге келесі шығады, мыналар жылжып кетеді. Келесі пайдалы сілтемелер. Әр пайдалы сілтемені өздеріңіз білесіздер. Кез келгеніне барсаңыз, кез келген сілтеме басқа сілтемеге өтеді. Есептегіш біздің сайтымыздың жаңалықтары қанша байқау ұйымдастырылған, Facebook'та қанша жазылушы бар, Instagram'да қанша жазылушы бар. Ең соңында мына жерде қазіргі танымал адамдар, педагогтер қайсыны көп көрді, сол материалдар мына жерге танымал болып шығып тұрады. Не бойынша. Астында біздің байланысымыз, адресіміз, қай жерде орналасқан, мекен-жайымыз, телефон, почта, сұрақтарыңыз болса, не болса осы жерге жазсаңыздар болады. Сосын сайтымыздың жанында хабарлама деген бар, оң жағында. Ол жерде біздің соңғы ақпарат, афиша дейді. Афиша, қандай афиша болады, осыны осы жерге саламыз. Сайтымыз бұл жерде бізде екі тілде, поиск жасауға, поиск арқылы біз кез келген материалды осы жерден таба аламыз. Мысалы, байқау деп жазсаңыз, байқау іздейтін болсаңыз, кез келген қандай байқау бар, сол байқауды алып шығады. Байқау деген сұраққа байланысты қандай байқаулар өтті, солардың барлығын алып шығады бұл жерге. Осы жалпы түсіндіріп өтетін.